395 есепте базарда сиырдың бағасы иттің бағасынан 4 есе қымбат, бірақ аттың бағасынан 4 есе арзан. Біреу базардан 200 рубльге бір ит, бір ат және 2 сиыр сатып алыпты. Иттің бағасы неше рубль, сиырдың бағасы неше рубль дейді. Мінекей иттің бағасын біз x деп алдық, ал сиырдың бағасы бізде одан 4 есе қымбат болатын болса 4x-ке тең болады. Ал аттың бағасы бізде 4 есе қымбат сиырдікіне қарағанда, демек 4x-ті тағы да 4-ке көйтеміз, 16x болады. Енді 200 теңгеге бізде бір ит алған екен, демек 1x. Оған қосамыз, бір ат алған екен, 16x-дің. Одан кейін 2 сиыр алған екен, бір сиырымыздың өзі 4x-ке тең, демек 2 алған болса 8x болады. Осы үшеуін қосқан кезде бізде 200 теңге шығу керек. Енді барлығын қосайық, сонда 25x аламыз. 25x тең болады 200-ге болады. 200-ді 25-ке бөлетін болсақ 8 деген жауапты аламыз. Демек біз 8-ді таптық. Мінекей біз иттің бағасын таптық. X тең болады 8-ге. Ал енді сиырдікін табайық. Сиыр тең болады 4 көбейтілген 8-ге. 4x-ге тең, демек x-дің орнына 8-ді қоямыз. 4 көбейтілген 8 бізде 32-ні береді. Сонда жауабы иттің бағасы 8 теңге, ал сиырдың бағасы 32 теңге.